Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер. Бүгін мемлекеттік сатып алу порталында келген актты қалай қол қоюды немесе отклон жасауды көрсететін боламын. Сіздер міне порталға кіргеннен кейін осындай акт на согласование заказчика деп тұрады. Осы жерде міне номері тұрады, номеріне басасыз. Немесе сол договордың ішіне барып, информация об оплатенің ішіне кірсеңіздер, сол келген актты көре аласыздар. Егер проект болып тұрса, онда поставщик әлі актты аяғына дейін бітірмеген, оны проектті өшіріп тастау керек, поставщикпен сөйлесіп. Себебі проект ертең ол кедергі жасайды. Жылдың соңында договорды исполнен қыламыз, сол кезде кедергі болады. Проекттердің бәрін өшіріп тастау керек. Акттар утвержден болу керек, немесе на согласование заказчик болу керек. Заказчик қазір біз қол қоятын боламыз. Бір акт келді. Төменге түстік. Бізде қарасаңыздар 14.300 теңгеге акт келіп тұр. Бірақ мына жерде прикреплен документ. Соны біз скачать етіп қазір қараймыз. Ол бір ерекше бір программада сақтап тіркеген екен документті. Мен оны көре алмай тұрмын. Менде ондай программа жоқ. Көп жағдайда PDF форматта тіркейді, немесе фотоға түсіріп тіркейді. JPEG, PNG сондай форматта тіркейді. Ал мына формат GIF форматы, бізде ондай формат жоқ. Мен бұны оқи алмай отырмын. Сол себепте мен бұны отклонить жасаймын. Түсеміз. Добавить представителге басамыз. Осы жерде кім сізде директор, соны таңдайсыздар. Таңдағаннан кейін астында отказаться деп тұрады. Отказаться басамыз. Отказацияға яғни причина жазамыз. Причина себебін. Файл не открывается, немесе тіркелген құжат ашылмайды деген деп жазуға да болады. Акт отклонен болды. Қарасаңыздар, отказано в принятии деп тұр. Дәл солай болады. Актке біз отклон жасадық. Назарларыңызға рахмет. Комментарий жазып, лайк басып қолдап қойыңыздар. Алдағы уақытта қолым босаған жағдайда видео түсіруге талпынамын.